Салем, достар! Қош келдіңіздер! Добро пожаловать на канал казахского языка. Сегодня мы с вами проходим короткий рассказ по теме «Бірінші жұмыс күн». Первый рабочий день. Сейчас мы прослушаем весь рассказ два раза. В первый раз на казахском языке, второй раз с переводом. И во второй части я отдельно озвучивала и переводила словосочетания, а затем только весь текст, чтобы вам было максимально понятно значение каждого слова и словосочетания. Мен университетті бітіргеннен кейін әртүрлі компанияларға сұхбаттасуға бара бастадым. Мен экономист мамандығында оқыдым, сондықтан қаржы компаниясында жұмыс істегім келді. Ақыры мені жұмыс қалды. Бұл ірі инвестициялық компания. Кеңседегі алғашқы күні қатты қобалжыдым. Мен кәсіби маман сияқты көрінуім үшін кеңседе киетін костюмімді алдын ала дайындап қойдым. Компанияның барлық қызметкерлерімен және бастықпен таныстым. Бастық орта бойлы, денелі, ер адам екен. Маған оның қалжыңбас мінезі ұнады. Кабинетте менімен бірге тағы 3 адам отырды. 2 жас жігіт және 1 қыз. Олар мені жылы қабылдады. Біз тез достасып кетеміз деп ойлаймын. Жұмыстағы алғашқы күні көп тапсырма болған жоқ. Негізінде менің жұмыс процестеріне терең үңіліп, бәрімен жақынырақ танысуым керек. Жұмыстан кейін әріптестерім мені бір-бірімізбен жақынырақ танысуымыз үшін барға шақырды. Осындай тамаша ұжымда ұзақ уақыт жұмыс істеймін деп ойлаймын. Мен университетті бітіргеннен кейін, когда я окончил университет, әртүрлі компанияларға, в разные компании, сұхбаттасуға бара бастадым. Начал ходить по собеседованиям. Мен университетті бітіргеннен кейін, әртүрлі компанияларға сұхбаттасуға бара бастадым. Когда я окончил университет, то начал ходить по собеседованиям в разные компании. Мен экономист мамандығында оқыдым. Я учился на экономиста. Сондықтан қаржы компаниясында, поэтому в финансовой компании. Жұмыс істегім келді. Хотел работать. Мен экономист мамандығында оқыдым. Сондықтан қаржы компаниясында жұмыс істегім келді. Я учился на экономиста, поэтому хотел работать в финансовой компании. Ақыры мені, и вот наконец-то меня, жұмысқа алды. Жұмысқа алды. Приняли на работу. Ақыры мені, жұмысқа алды. И вот наконец-то меня приняли на работу. Бұл ірі, это крупная. Инвестициялық компания, инвестиционная компания. Бұл ірі инвестициялық компания. Это была крупная инвестиционная компания. Кеңседегі бірінші күні. Первый день в офисе. Қатты қобалжыдым. Сильно волновался. Кеңседегі бірінші күні қатты қобалжыдым. Первый день в офисе был очень волнительным. Мен кәсіби маман. Я профессионал. Мен кәсіби маман сияқты. Я как профессионал. Көрінуім үшін, чтобы выглядеть, кеңседе киетін костюмімді, свой деловой костюм, алдын ала дайындап қойдым. Заранее подготовил. Мен кәсіби маман сияқты көрінуім үшін, кеңседе киетін костюмімді алдын ала дайындап қойдым. Я подготовил деловой костюм заранее, чтобы выглядеть профессионально. Компанияның барлық қызметкерлерімен, со всеми сотрудниками компании, және бастықпен и с боссом таныстым, познакомился. Компанияның барлық қызметкерлерімен және бастықпен таныстым. Я познакомился со всеми сотрудниками компании и с боссом. Бастық, босс, орта жастағы, средних лет,
денелі ер адам, мужчина крепкого телосложения. Бастық орта жастағы денелі ер адам екен. Боссом был мужчина средних лет и крепкого телосложения. Маған, мне, оның, его, қалжыңбас мінезі, его чувство юмора. Ұнады, понравилось. Маған оның қалжыңбас мінезі ұнады. Мне понравилось его чувство юмора. Кабинетте менімен бірге, со мной в кабинете. Тағы 3 адам отырды. Сидели еще 3 человека. 2 жас жігіт, 2 молодых человека, және 1 қыз и 1 девушка. Кабинетте менімен бірге тағы 3 адам отырды. 2 жас жігіт және 1 қыз. Со мной в кабинете сидели еще 3 человека, 2 молодых человека и 1 девушка. Олар мені, они меня, жылы қабылдады, тепло приняли. Біз тез достасып кетеміз. Мы очень быстро подружимся. Деп ойлаймын. Я думаю. Олар мені жылы қабылдады. Біз тез достасып кетеміз деп ойлаймын. Они меня тепло приняли. И я думаю, что мы очень быстро подружимся. Жұмыстағы бірінші күн. Первый рабочий день. Көп тапсырма. Много задач. Болған жоқ. Не было. Жұмыстағы бірінші күні онша көп тапсырма болған жоқ. Для первого рабочего дня у меня было не так много задач. Негізінде, в основном, жұмыс процесстеріне үңіліп, вникнув в рабочие процессы. Бәрімен, со всеми, жақынырақ, поближе. Менің танысуым керек. Я должен познакомиться. Негізінде менің жұмыс процесстеріне үңіліп, бәрімен жақынырақ танысуым керек. В основном я должен был вникнуть в рабочие процессы и получше со всеми познакомиться. Жұмыстан кейін, после работы, әріптестерім, мои коллеги, мені, меня, бір-бірімізбен жақынырақ танысуымыз үшін, чтобы получше познакомиться друг с другом. Барға шақырды, пригласили в бар. Жұмыстан кейін әріптестерім мені бір-бірімізбен жақынырақ танысуымыз үшін барға шақырды. После работы мои коллеги пригласили меня в бар, где мы смогли получше познакомиться друг с другом. Осындай тамаша ұжымда, в таком прекрасном коллективе, ұзақ уақыт, долгое время, жұмыс істеймін, проработаю, буду работать, деп ойлаймын. Так думаю. Осындай тамаша ұжымда ұзақ уақыт жұмыс істеймін деп ойлаймын. Я чувствую, я думаю, что в таком прекрасном коллективе я долго проработаю. Достар, если вам понравился урок, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь, чтобы поддержать канал и не пропустить новые видео. Заранее спасибо. Көп рахмет. Сау болыңыздар.